Бәріне сәлем. Бүгін біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешуге есептер шығарамыз. Бұл 6-шы сынып математикасы. Бірінші есебіміз x плюс y тең болады 14, x минус y тең болады 8 дейді. Қарайық. 1247-ші есепте теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Бізде екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу дегеніміз не? Екі айнымалысы міне x айнымалы және y деген екі айнымалымыз бар. Енді біз бұл теңдеуді, бұл жүйені қосу тәсілі арқылы шешуіміз керек. Яғни үсті мен астын қосуымыз керек. Бізге үсті мен астын қосқан кезде x айнымалымыз немесе y айнымалымыз жойылып кету керек. Яғни 0 болу керек. Жақсы. Мына екі сызықтық теңдеуімізді қосайық. Яғни x қосу, міне x қосу x деген. X қосу x деген сөз, және плюс y жазам, және плюс жақшаң ішінде минус дейм, себебі мына y-тің таңбасы минус y. Және 14 тең боладыны қоямда, 14 қосылған 8 дейм. Сонда қарай, x пен x-ті не істейм? Қосам, 2x болады бізде, плюс пен минус бізде минус таңбасын береді. Сонда y пен y-міз не істейді? Жойылып кетеді, 0 болып кетеді. Y-тен y азайтсам, менде 0 болып қалады. Және тең болады не шығады? 14-ке қосам 8-ді. Не шығады? Так, 22 шығады. 22 болады. Сонда 2 мен x-міз бізде көбейтіліп тұр ғой. Мына x2-ні мына теңдеудің оң жағына жіберем. Яғни ол не болып барады? Бөлу болып барады. Көбейтіліп тұрса, оң жаққа кеткенде бөлу болып керісінше барады. Сонда 22-ні 2-ге бөлгенде не болады бізде? 11-ге тең. Яғни бізде таптық x-міз 11-ге тең. Так, жүйеде x-міз үстіңгі немесе астыңғы сызықтық теңдеуіміздің x-нің мәнін тапсақ, демек ол астына да сондай мән деген сөз. Мысалы 11 деген үстіндегінде астындағында мәні деген сөз. Енді y табу керек, x-міз табылды. Y табу үшін біз үстіндегі немесе астындағы теңдеуімізді таңдап алып, x-тің орнына 11-ді қоямыз. Яғни мен қазір үстіндегі теңдеу таңдап алайын. X-тің орнына мен не жазам? 11 жазам, плюс y жазам, және тең болады 14 дейм. Сонда бұл жерден мен y-ті тапқанда, y-імді жазып қоямда, тең болады деп, мына 11 деген санды теңдеудің оң жағына жіберем. Яғни 14 азайтылған 11 болады да, y-ім менде неге тең болады? 3-ге тең болады. Сонда жазған кезде 11 және 3-ге тең деп жазам. Бірінші x-тің мәні, екінші y-тің мәні жазылады. Келесі екінші теңдеуін шешем. X пен x бар, және минус y пен плюс y бар. Значит, қосу тәсілін қолданам. X-ке x қосам 2x, минус y пен плюс y менде жойылып кетеді. 0 болады да, 7 мен 23 қосылып 30-ды береді. Сонда x-міз неге тең? 2-ні теңдеудің оң жағына бөлсек, 30-ды 2-ге бөлгенде 15 шығады. Сонда x менде 15-ге тең, ал y-ім табу үшін мен астындағы y-ім плюсіне қоя қояйын. X-тің орнына 15 қоям қосылған, y тең болады 23 дейм. Сонда y тең болады 23-тен азайтам 15-ті, сонда шығады 8. X-іміз 15-ге тең. Жауабы 15 пен 8. Келесі үшіншісінде тағы да қосу тәсілін қолданам. Үстіндегі x пен астында x-ті қосам 2x болады. Плюс y пен минус y жойылып кетеді, 0 болады да. 32-ге 14 қосқанда менде 46 шығады. Сонда x тең болады, мына 2-ні оң жаққа жіберсек, 46-ны 2-ге бөлем деген сөз, ол 23-ге тең. Сонда x-ім 23 болса, плюс y-ге барына қояйын. Яғни мына теңдеуге қояйын. 23 қосылған y тең болады 32. Бұл дегеніміз y тең болады 23-ті оң жаққа жіберсек, 32-ден 23 азайтам, яғни 9-ға тең. X тең болады 23. Сонда жазам 23 пен 9 шығады. Келесі x минус y плюс 9 тең болады 9, x плюс y плюс 29-ті орындайық. X пен x қосылып 2x береді, минус y пен плюс y жойылып кетеді. 29 пен 9 қосылып 38-ді береді. Сонда x-іміз 38-ді 2-ге бөлсек 17-ге тең. 17 емес, 16-ға тең. Так, сонда x-іміз 16-ға тең болса, мұнаның орнына 16 қойсақ, қосылған y тең болады 29 дейсек, онда 16-ны мұнда жіберсек, бізде минус 16 болып барады.
Сонда y-іміз 29 азайтылған 16, яғни y-іміз 13-ке тең болады. Сонда жауабы бізде 16 мен 13 шығады. Бірінші x жазамыз да, екінші y-тің жауабын, мәнін жазамыз. Қарайық тағы да 2x плюс y тең 11, 3x минус y тең болады 4 деп тұр. Қосу тәсілін орындасақ, бізде плюс y бар, минус y бар. Екеуі жойылып кетейін деп тұр, сол үшін қосу тәсілін қолданамыз. 2x пен 3x-ті қоссақ 5x болады, y-теріміз жойылып кетеді, 11-ге 4 қоссақ 15 болады. Сонда 15-ті бөлемін 5-ке, яғни 3-ке тең болады. Сонда x-іміз 3-ке тең болса, мына плюс y барына қойсақ, 2 көбейтілген 3 болып тұр. Қосылған y тең болады 11. 2-ке 3 көбейтсек 6. Сонда y-іміз неге тең? 11-ден 6-ны азайтам. Y-ім 5-ке тең. Сонда x-ім 3-ке тең де, y-ім 5-ке тең. Жауабы 3 пен 5 болып тұрғаны. Келесі 3x минус y тең 5, 4x плюс y тең 9. Қосу тәсілін қолдансақ, минус y пен плюс y-іміз бар, екеуі жойылып кетеді. 3x-ке 4x қоссақ 7x, және 9-ға 5 қоссақ 14. Сонда x-іміз 14-ті мына 7-ні мына жаққа бөлу қылып жіберем, сонда 2 шығады. 14 7-ге бөлсек 2. X-ім 2-ке тең болса, плюс y барына қоям. 4 пен x-ті көбейтем, яғни 4 пен 2-ні көбейтем, қосылған y тең 9. 4 2 8, қосылған y тең 9. Y тең 8-ді мында жіберсем, 9 азайтылған 8, яғни y-ім 1-ге тең болады. Сонда x-ім 2-ге тең, y-ім 1-ге тең болып тұр. Яғни жауабы 2 мен 1 шығып тұр.